Шырағыңды сөндірме, шырағым. Балапан сәбидің туған күнінде торт үстіне шырақ жағып әкелу, оны үрлеп сөндіру қазақ қоғамында белең алып барады. Қала қазақтарынан көрген ауыл қазағы да осыны істеп, ағылшынша тіл білмейтіндер қазақшаға аударып ән шырқап жатады. Бұл қазақ философиясында, дүниетанымында, наным сенімі бойынша өте жаман қылық. Өзге ұлтта шаруамыз жоқ. Қазақтар үшін ботақанның шырағын сөндіру өлім тілегенмен бірдей. Қазақтың даналық ұғымында отпен ойнау, отты үрлеп сөндіру жаман ырым. Торт нан. Нан ұннан жасалады. Ас атасын нанның арасына балауыз тығып, оған от жағу нанды қорлау. Нанның киесі ұрады. Қыз жібек фильмінде жібектің алдындағы шырағын сөндіріп, төлегеннің бақилық болғанын білдіреді. Сол жерде естіртеді. Бұл біздің Шәкен Айманов бастаған киногерлеріміздің ұлттық білімнен терең сусындағанының көрінісі еді. Отты таспен атпа, отқа топырақ шашпа деуші еді. Бала күнімізде туған інісі ұл сүймеген, перзенті болмаған ағасының отын өшірмеймін деп, қаңырап қалған үйге келін баласын кіргізіп қойғанды көрген едік. Бәленбайдың түтінін түтетіп отыр дейтін еді. Шаңырағы ортасына түсу, оты сөну, тағы басқа секілді қорқынышты ұғымдар қазір керісінше сипат алып барады. Өз қолымызбен отымызды өшіруге ұмтылу қандай жаман әдет. Бұнымен ел болып күресу керек. Бір жылдары қаптап кеткен ғашықтар күнінен де құтылып едік қой. Есіңді жи, есті қазағым. Мәтін иесі Тоғайбай Нұрмұратұлы, оқыған Айнұр Қожахмет. Қазақ танымы.